Сәлеметсіздер ме? Менің каналыма қош келдіңіздер. Видеоны көрмей тұрып маған тіркеліп, лайк басып, колокольчикті басып қойды ұмытпаңыздар. Біз бүгін асқабақты панкейки жасаймыз. Бізге керегі асқабақ пюресі, 100 мг сүт, 30 мг сары май, бір жұмыртқа, ұн және сода керек. Осылай асқабақ пюресін салып аламыз. Асқабақ пюресін духовкада немесе парда дайындап алсаңыздар болады. Үстіне бір жұмыртқа саламыз. Осылай араластырып аламыз. Үстіне 100 мг сүт құямыз. Сүтіміз жылы болу керек, соны ескеріңіздер. Отыз миллиграмдай сары май. Сары майымызды ертіп аламыз. Қазір бізде күз мезгілі болғандықтан асқабақ сезоны басталады. Уже асқабақ көп. Сондықтан қазір асқабақтың сезонында балдарыңызға асқабақты көбірек беріп алыңыздар. Себебі асқабақта витаминдер өте көп. Негізі арықтап жүрген қыздар болса, осыны ПП рецепт ретінде пайдаланса болады. Арықтауға көмегі мол. Кейбіреулеріңіздің балдарыңыз асқабақ жемейтін болса, осылай жасап берсеңіздер болады. 5-6 қасық ұн қосамыз. 1 қасық жаңа сода қостық. Негізі соданың орнына разрыхитель қосуға да болады. Осылай қою масса дайындаймыз. Табамызды қыздырып аламыз. Жай отта пісіреміз. Себебі қатты күйіп кетуі мүмкін. Осындай бетінде пузырьктер пайда болған соң, келесі бетіне ауыстырамыз. Келесі бетіне ауыстырамыз. Уже дайын. Негізі бұл панкейктерді қаймақпен, жидектермен, болмаса сметанамен ұсынуға болады. Жасап көріңіздер, өте дәмді шығады. Міне біздің балдары уже жеп, дәмін көріп жатыр. Видео ұнаса, лайк басып, тіркелуді ұмытпаңыздар.